Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен духовкада пісіп шығатын дәмді, өте тойымды тауық еті мен картоп қосылған тағамның өзімнің жасап жүрген рецептім бойынша бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, арнамда жаңа көрермен болсаңыздар келіп, лайк басып, комментарий қалдырып, және де жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше арнамнан алыстамай осындай дәмді, тойымды рецептіні бірге әзірлеуді бастайық. Ол үшін бізге ең алдын ала тазартып, турап алған тауық аяқтары қажет болады. Және де осындай для окорочков арналған приправамызды салып, кристаллигімізді салып, кетчупымызды салып, және де қызыл түс беру үшін паприкамызды салып, маринадымызды бастайтын боламыз. Және де 3 ас қасық майонезімізді де салуды ұмытпаймыз. Дәміне қарай аздап тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп, қарап жасасаңыздар болады. Барлығын осылай араластырып алғаннан соң, алдын ала турап дайындап қойған пиязымызды да салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Пияз өте ерекше дәм береді. Және де пиязымызды салып болғаннан соң, оның үстінен 4 тісше сарымсағымызды да осылай майдалап салып алатын боламыз. Егер сіздерде турағыш болмаса, майдалап пышақпен турап салсаңыздар да болады. Сарымсақ маринадымыздың дәмін өте ерекше ете түседі. Барлығын салып араластырып болғаннан соң, кемі жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Сол кезде барлық дәмдеуіштеріміз сіңіп, жақсы әсер ететін болады. Мінекей арада жарты сағатымыз өтті. Енді алдын ала жуып тазартып алған картоптарымызды осылай майдалау етіп, турап, жаңағы дайындап қойған маринадымыздың үстінен салып шығатын боламыз. Менде бұл рецепт 5 адамға жасалған. Сіздерде үйде адам саны көп болса, құрамын көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Енді барлығын осылай араластырып аламыз. Рецептінің құрамы өте қолжетімді, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Және де дәміне қарай тағы да аздап тұз салып жіберетін боламыз. Енді сәбізімізді үкіштен өткізіп қосатын боламыз. Сол кезде сәбізіміздің дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Егер сіздің үйіңіздегі кішкентайлар немесе үлкен адамдар сәбізді ұнатпайтын болса, дәл осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Сәбіздерімізді де өткізіп алдық. Енді осылай видеодағыдай жайып, енді үстінен алдын ала дайындап қойған маринадталған тауық етіміз бен картопымызды да біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай құрамы өте қолжетімді, кез келген үйден табылатын заттар. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды түскі немесе кешкі ас түрінде қуантсаңыздар болады. Дәл осы сәтте пешімізді алдын ала 240 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Және де қызып тұрған пешімізде тағамымызды 45-50 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте сочны болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыздар келіп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сонда сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Не көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып пісіп шықты. Қорықпаңыздар, барлық жері өте әдемі болып пісіп шығады. Мінекей достар,
ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.